Баршаңызға қайырлы күн. Дәл суреттегідей әдем болып шығатын, ал өмірде дәмі өте күшті әрі воздушный, кез келген үстелдің көркін беріп тұратын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл салатты жасау үшін алдымен тауық пен жұмыртқаны қайнатып аламыз. Тауықты қайнатар алдын ішіне қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз салып қайнатуымыз керек, кішкене дәмі кіру үшін. Және тауықтың кеудесін емес, аяғын қайнатқанымыз дұрыс. Аяқ жағы майлы әрі дәмдірек болады. Осылай тауықтың бір аяғы жеткілікті. Оны қайнатып алғаннан кейін осылай майдалап турап шығамыз. Енді келесі кезекте осылай сырды теркадан өткізіп алатын боламыз. Терканың ең кішкентай тісінен өткізуіміз керек. Біздің салатымыз воздушный шығуы үшін осылай үлпілдеп тұру керек. Одан кейін қайнаған жұмыртқамызды да дәл осылай ең кішкентай тісінен өткізіп аламыз. Осылай дәл видеодағыдай осылай үлпілдеп тұру керек. Енді кезекте салатымызды жинайтын боламыз. Ең астына тауықты қоямыз. Осындай кольцоға немесе өздеріңізде бар кез келген формамен жасай бересіздер. Биіктігінде өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Ең астына осылай туралған тауығымызды қоямыз. Оның үстіне майонезді жағамыз бірінші. Осылай біркелкі етіп, молынан сухой болып қалмау үшін жағып аламыз. Енді қалғандарын жағатын кезімізде осылай пакеттің үш жағына майонезді құйып, аузын кішкене ғана қайшымен кесіп дайындап аламыз. Енді жұмыртқаны қоямыз. Егер осылардың үстіне майонез жап қасықпен басатын болсаңыз, бізде салат воздушный болмай қалады. Сондықтан жай ғана торкөз сияқты қылып сызып жағып шығамыз. Арасынан өзіңіз шамасымен белгілеп тұз сеуіп отырсаңыз болады. Осылай майонезден кейін сырды және тағы да майонез жағып, жаңағы әрекеттеріміз қайталаймыз. Яғни тауық, жұмыртқа, қайтадан сырды жағамыз. Осылай әрқайсысын 2 реттен қайталаған боламыз. Осылай майонез жағып аламыз. Енді қайтадан жұмыртқа, сырды саламыз. Салатымыз осылай майдалап кесілгеннің және майонезді қасықпен басып жақпаудың арқасында воздушный әдемі болып шығады. Енді барлығын жасап болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне оформление жасасаңыздар болады. Аскөкпен, мысалы мен бетіне аскөк септім. Енді тарелкамыздың жан жағын сүртіп, салфеткамен тазалап сүртіп алғаннан кейін барып кольцомызды алатын боламыз. Бізде көрінісі осындай салат пайда болады. Оны тоңазытқышта сақтаудың керек жоқ. Бірден дастарханға ұсына аласыздар. Егер сіздерге осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.